Сахнаға шыққым келеді, бірақ көптен бері көрінбей кеткен Кәмшат Жолдыбаева халыққа өз шындығын айтты. Белгілі продюсер Бағым Мұхиденова Тимур Балымбетовке сұхбат беріп, өнерден уақытша қол үзген әнші Кәмшат Жолдыбаева туралы сөз етті. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Белгілі өнер адамы жеке шығармашылық кеші жайлы жеткізіп, кешінде өнер көрсету үшін Кәмшат Жолдыбаеваны шақырғанын айтты. Алайда әнші қазір декреттік демалыста отырғанын, сахнаға жақын арада шыға алмайтынын мәлімдеген. Кәмшатпен жақында ғана сөйлестім. Оның менің концертімде өнер көрсеткенін қатты қалаған едім. Оған ұсыныс жасадым. Бірақ ол қазір ана. Ол сахнаға шыққым келеді, бірақ сәбиімді қалдыратын ешкім жоқ деді. Оның сәбиі әлі кішкентай. Өзі сияқты сұп-сұлу қызы бар. Біз негізі Кәмшатпен де жалпы бәрімен байланыстамыз. Кәмшат үшін қазір осындай кезең болып тұр. Менің ойымша, ол бәрібір сахнаға оралады. Оған тек уақыт керек, деді продюсер. Кәмшат Жолдыбаеваның өнерден уақытша алыстауы көп ананың басынан өтетін табиғи әрі құрметке лайық жағдай. Қазір әлеуметтік желіде бәрін жылдам, бірден жасауды талап ететін тенденция бар сияқты. Бірақ ана болу уақытша үзіліс емес, үлкен жауапкершілікпен өмірдің жаңа кезеңі. Әсіресе баласы әлі кішкентай болса, сахнаға қайта оралу оңай емес. Кәмшаттың шыққым келеді, бірақ сәбиімді қалдыратын адам жоқ деуі оның шынайылығын көрсетеді. Көпшілік алдында жүрген жұлдыз болса да, ол ең алдымен ана. Бұл сөздері арқылы ол көп әйелдің шындығын айтып отырған сияқты. Өнер адамдарының да қарапайым тұрмыстық қиындықтары бар екенін еске салғандай. Бағым Мұхиденованың Кәмшатқа деген құрметі де қуантады. Продюсердің уақыт керек деуі адамға қысым емес, түсіністікпен қолдау көрсету. Менің ойымша, Кәмшаттың сахнаға оралуы уақыттың еншісінде. Ол талантты, харизмасы бар, көрермені сағынған әнші. Қай кезде дайын болады, сол кезде қайта шығады. Ең бастысы өзі де, баласы да аман болсын деп тілейік. Өнер ешқайда қашпайды, ал баланың балдай шағы қайта келмейтін кезең.